1977 жылдың 13 сәуірінде Қарағанды облысы Қарқаралы ауданына қарасты Бесоба ауылы Мыңшырық қыстауында дүниеге келдім. Әкем шопан, қарапайым еңбек адамдарының отбасында тәрбиеленіп, әкемнің адал еңбегі мен өмірлік ұстанымы менің тұлғалық қалыптасуыма ерекше ықпал етті. Табиғатпен етене жақын өскен балалық шағым, туған жердің әр тасы мен жотасын танып білуге деген қызығушылығым кейін менің кәсіби бағытымды таңдауыма негіз болды. Алғашқы білімімді Қарағанды қаласындағы Нұрмақов атындағы мектепте алдым. Мектеп қабырғасында жүріп-ақ білімнің адам өміріндегі орны мен маңызын терең түсіндім. Ұстаздарымның бағыт-бағдары, олардың шәкіртке деген жанашырлығы мені педагог болуымға жетелейді. Осы арман мен мақсат мені 1994 жылы мен 98 жылдары Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің биология, география факультетіне алып келді. Университет қабырғасында алған білім мен тәжірибе менің кәсіби көзқарасымды қалыптастырды. Еңбек жолымды 1998 жылдан бастап туған ауылымдағы нөмір 8-ші Трек мектебінде география пәні мұғалімі ретінде бастадым. Содан бері ұстаздық жолдан айнымай сан мыңдаған шәкірттердің білім алуына, өмірлік бағдар табуына өз үлесімді қосып келемін. Мен үшін ұстаздық тек білім беру емес, бұл тұлға қалыптастыру. География пәні әлемді танудың кілті. Бұл пән арқылы оқушыларға тек құрғақ ақпарат беріп қана қоймай, олардың дүние танымын кеңейтіп, табиғат пен қоғам арасындағы байланысты түсінуге бағыттаймын. Сабақ барысында оқушылардың зерттеушілік қабілетін дамытуға, сыни ойлауын қалыптастыруға және өздігінен білім алуға үйретуге баса мән беремін. Әр сабағымда оқушының қызығушылығын оятып, оны белсенді білім алуға айналдыру, жаратылыстану ғылымының сауаттылығын арттыру басты мақсатым. Педагогикалық тәжірибемде заманауи білім беру технологияларын тиімді қолдануға ерекше мән беремін. Атап айтқанда, сын тұрғысынан ойлау, деңгейлеп саралап оқыту, ақпараттық коммуникациялық технологиялар, оның ішінде жасанды интеллект, білім платформаларын жобалау және зерттеу әдістері, сондай-ақ құндылыққа негізделген оқыту жүйелі түрде қолданылады. Бұл тәсілдер оқушылардың сыни ойлау қабілетін дамытып, өздігінен білім алуына, зерттеу жүргізуіне және өмірлік дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мектебіміз шалғайдағы шағын жинақталған мектеп болса да, өз пәнімнің білгір маманы ретінде көшбасшылық қабілетіммен ерекшеленемін. Мектептегі сабақты зерттеу тобының жетекшісімін, іс-әрекетті зерттеу тобының мүшесі, тәлімгермін, коуч, мектепшілік пән үздігі жобасының авторымын, аудандық география пәні мұғалімдерінің шығармашылық тобының мүшесімін. Әр кезде ұжымдағы педагогтерге әдістемелікке көмек жасау, жас маманның педагог ретінде қалыптасып дамуына өзіндік үлесім бар. Мектептің дауыс дебат клубының жетекшісімін. Дебат жұмысының аудандық, облыстық деңгейде көрінуі еңбегімнің жемісі де едім. Педагогикалық қызметімнің нәтижелігі оқушыларымның жетістіктері арқылы көрініс табады. Мен үшін әр шәкірттің табысы жүйелі еңбектің, дұрыс бағдар берудің және сапалы білім берудің нақты көрсеткіші. Атап айтқанда, 2021 жылы 9 сынып оқушысы Балташ Нұрсұлтан жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінде география пәнінен 2-ші орын иеленді. Бұл нәтиже оқушының пәнге деген қызығушылығы мен жүйелі дайындық жұмысының жемісі болды. 2022 жылы 10 сынып оқушысы Төлеген Айдана республикалық зерттеу жобалар конкурсының облыстық кезеңде өлкетану секциясы бойынша 3-ші орын алып, ғылыми зерттеу дағдыларын жоғары деңгейде көрсетті. Сонымен қатар 2023 жылы осы оқушы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті ұйымдастырған ғылым әлеміне қадам атты 14-ші облыстық ғылыми тәжірибелік конференциясында география секциясы бойынша 3-ші орын иеленіп, ғылым жобасы арнайы жинаққа енді. Оқушылардың жетістіктері мұнымен шектелмей, 2023 жылы 11-ші сынып оқушысы Төлеген Айдана ауыл балаларына арналған республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінде география пәнінен 2-ші орын иеленіп, 2024 жылы республикалық кезеңде 1-ші орын алып, жоғары нәтиже көрсетті. Бұл жетістік жүйелі дайындықтың оқушы мен мұғалім арасындағы тиімді ынтымақтастықтың айқын дәлелі. Сонымен қатар өзімнің кәсіби дамуым мен тәжірибе алмасу бағытында белсенді жұмыс жүргізіп келемін.
2021 жылы Қарағанды облысының білім беру дамыту әдістемелік орталығы ұйымдастырған туған ерке сырлар атты облыстық педагогикалық жобада баяндама жасап тәжірибемен бөлістім. Сол педагогикалық шеберлік орталығы өткізген ауыл педагогі тәжірибелі атты республикалық онлайн алаңда іс тәжірибемді таныстырдым. Ғылыми әдістемелік бағытта да бірқатар жұмыстар атқарылды. 2022 жылы Зейін педагогикалық жобасы аясында география пәнінде жаратылыстану ғылыми сауаттылықты дамытуға арналған тапсырмалар жинағы әзірлеуге қатыстым. Сонымен 2022 жылы Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасы ұйымдастырған өңір аралық вебинар материалдары жинағына, ал 2023 жылы Қарағанды облыстық ғылыми практикалық конференциясында жинағым ғылыми мақалаларға енгізілді. Бұл жетістіктер менің педагогикалық қызметімнің нәтижелігін ғана емес, ұстаздық қызмет үздіксіз ізденіс пен өзін-өзі жетілдіруді талап ететін мамандық. Осы жолда мен кәсіби дамуға, жаңа білім мен тәжірибені меңгеруге әрдайым ұмтыламын. Себебі бүгінгі білімді ұстаз ғана ертеңгі бәсекеге қабілетті ұрпақты тәрбиелей алады. Отбасында көп балалы әкемін. Осылай өз ісімді алаңсыз атқарып, жетістіктерге жетуім ақ жаулықты асыл анамның ақ батасы дегім келеді. Анасын аялаған азаматпын. Мен үшін шәкірт жетістігі ең үлкен марапат. Әрбір оқушының табысы, оның өмірде өз орнын табуы ұстаз еңбегінің жемісі. Осы жолда адал еңбек етіп, білім мен тәрбие беру ісіне өз үлесімді қоса беру менің өмірлік мақсатым. Қорытындылай келе, ұстаздық жол бұл тек мамандық емес, бұл миссия. Ол сол миссияны адал атқару мен үшін үлкен азаматтық абырой.